Бөрлі ауданында облыс тарихшылары бас қосты. Олар елбасының ұлы даланың жеті қыры мақаласының негізгі идеясын жаңартылған білім беру мазмұны аясында тиімді жүзеге асыру жолдарын талдады. Бағыты мен форматы өзгеше семинарда ғалымдар ауданның жеті кереметімен танысты. Ұлы даланың жеті қыры мақаласының мақсаты жоғалғанымызды түгендеп, ұлттық санамызды жаңғырту, жас буынды халқымыздың бай шежіресімен таныстыру, рухани құндылықтарымызды аманаттау. Бұл сырымдық Мұқан Арыстановтың пікірі. Тарихшы мақала аясында әр өлкенің өткеннен үліп, оны оқу процесіне енгізе білу тиіс дейді. Осы семинарда бөрлілік әріптестеріміздің ұсынған идеясы бұл жерде жаңа ақпараттық коммуникативтік технологияларды өте жақсы терең меңгерген және әркез жаңашылдыққа ұмтылатыны бізге ұнады. Сонымен қатар мынау педагогикалық идеялар жәрмеңкесі өте жақсы, бұл алдағы уақытта өткізілу керек. Өйткені идея ол екінің бірінен туындамайды. Сондықтан мақсат бұл жерде сату емес, идеяны бөлісу, әрі ол идеяны ары қарай жүзеге асыру. Флеш семинардың көздегені мұғалімдерді оқу ісіне жаңаша әдістерді қолдануға ынталандыру. Сондықтан жиында саладағы тың идеялар айтылып, өлкетану бағытындағы жаңа жобалар талданды. Сайын дала төсіндегі мәдени ескерткіштерді оқушыларға таныту, құнды деректермен бөлісу бағытында экспедициялар өткізілетін болды. Жолбарыс батыр, Мүсіреп ата, Дәдем ата, Ақбұлақ шоқысы, тағы да басқа осындай Бөрлі ауданының жеті кереметін сабақ барысында өлкетану бағытында жас ұрпаққа бойына сіңіру, дәріптеу бағытында көптеген экспедициялар аудандық көлемде, облыс көлемінде ұйымдастырылуда. Бұл семинар бүгін екі бөлімнен тұрды. Бірінші бөлім бұл жаңаша оқыту, жаңаша көзқарас бағытында ұстаздарымыз, Бөрлі ауданының үлгілі ұстаздары өздерінің ашық сабақтарын берді. Бұл сыныптарда 5-11 сынып оқушылар қамтылды. Сонымен қатар квест ойын ұйымдастырылды. Бұл квест ойынның негізгі мақсаты Бөрлі ауданының жеті кереметін осы барлық ауданнан келген қонақтарға таныстыру. Семинардың екінші бөлімі педагогикалық шығармашылық идеялар жәрмеңкесі бағытында өткізілді. Онда мұғалімдер өз еңбектерін назарға ұсынып, идеяларымен бөлісті. Айым Нұрғалиев, Александров, Ченков, Филимон Қазыбаев, Ақжайық арнасы.